Қыздар, мана айттық, егерде дөңгелек столдың диаметрі үлкен болып жатса, 1,60 болу керек болса, біздікі, мысалы, мынау 1,60 деп санайық. Мынау 1,60. Ені бұлай 1,40 қой бізде. Мынау 1,40. Мынау 1,60. Сосын дәл осындай қылып, тағы да екіншісін кесіп аламыз. 2,1,60 болып жүрді бізде. Мынау 1,60. Мынауымыз біздің 1,40. Енді екеуін қалай қосамыз? Екеуін бет жағымен беттестіреміз. Екеуін қосып тігеміз. Екеуін қосып тігіп шықтық, Енді жаңа тіккен жеріміздің ортасын ашып, екі жаққа бүктеп, мын жағын бәрін салып аламыз. Ортасынан өту үшін. Екеуін ашып, тігіске жақындатып тігіп шығамыз.